Армысыздар, құрметті өнерсүйер қауым. Бүгінгі балалар шығармашылық орталығында рухани жаңғыру аясында өтілетін дәстүрлі құндылықтар атты іс-шараға қош келдіңіздер. Сонау ата-бабамыздан ғасырдан ғасырға жалғасып, бізге жеткен халық мұрасы, халық қазынасын, өз халқымыздың ұлттық дәстүрін, ән-өнерін балаларға насихаттау, оларды тыңдату арқылы оның құдіретін түсініп, құрметтей білуге баулу. Жақсы ән жас баланы жетелейді, соғатын даламызда еркін желдей, бақырып жылағанын қоя салып, сәбилер ырғағына елтігендей. Халық әні Беуайдай, орындайтын Тұрсынбек Бердібек. Қалам алып қолыма жазамын хат, өзім арзан болсам да сөзім қымбат Беуайдай. Бекер қарап отырған жараспайды, өлең сөзбен айғайын аз насихат Беуайдай. Қолдыр қолын бейілдай, қолда жоқтың қиын-ай, ұстараның жүзінде аударылған дүние-ай. Жүрушедік той-тойлай, жібек белбеу бір байлай, әдей іздеп келген доу сөйлесе егін қайдай. Қалам алсам қолыма аламанда қош жүрек жарысады Беуайдай. Жүрек жайын ей құрбан білмеуші мен, біреу озып біреуі қалысады Беуайдай. Қылтыр қолдың бейілдай, қолда жоқтың қиын-ай, ұстараның жүзінде аударылған дүние-ай. Жүрушедік той-тойлай, жібек белбеу бір байлай, әдей іздеп келген доу сөйлесе егін қайдай. Әдей іздеп келген доу сөйлесе егін қайдай. Бүгінгі концертіміз қазақтың дәстүрлі ән айту өнері деп аталатындықтан сіздерге дәстүрлі әндер жайлы аз ғана мәлімет беруді жөн көріп отырмыз. Дәстүрлі ән ата-бабамыздан мұра болып қалған төл өнеріміз. Қазақтың музыка мұрасы ғасырдан ғасырға, заманнан заманға ауызекі түрде таралып, сақталған ең бір бай және өнер тарихының талқысынан сүрінбей өткен өміршең туындыларда талай дәуір ұрпақтың бір-бірімен жалғасқан тарихының ізі жатыр. Үніңнен айналайын халық әні, тыңдаудан өзіңдікім жалғаны. Жиын мен мерекеде шырқалмаса, қамығып халқың сені сағынады. Халық әні Ақерке, орындайтын Қадырбек Тамаша. Oyulmayı da, sağısmayı da,
халық ауызы әдебиетіндегі ғасырлар болып халықпен бірге жасасып, ауыздан ауызға таралып келе жатқан тарихи және әдеби мұралардың бірі халық әндері. Осы халық әндерінде біздің ұлтымыздың рухы, өткен өмір жолы, туған тарихы жатыр. Өнердің ең жоғарғы түрі халық өнері. Яғни, мыңдаған жылдар бойы мұқалмай, сыны қашпай, қазақ халқында келе жатқан ән мұрасы. Арқалап ғасыр асып жеттің ғажап, тарихын халқымыздың көрген азап. Таң ғажайып үніңнен айналайын, табынар құдіретіңе иісі қазақ. Халық әні, көзіңнің мөлдірін ай, орындайтын Бердібек Тұрсынбекұлы. Eşinde top karagay ve denizgen gözünü öldüren ay. Ne kaldı karayganda ukamız kalday. Ağlı halkadaydan ağız kalday gözünü öldüren ay. Gözünün öldüren ay. Olanday yürek mayda çalay, var meken sizde yıldız aray. Eşinde top karagay ve denizgen gözünün öldüren ay. Gözünün öldüren ay. Gözünün öldüren ay. Арқалап ғасыр асып жеттің ғажап, тарихын халқымыздың көрген азап. Таңға жайып үніңнен нәр алғанда, табылар құдіретіңе иісі қазақ. О қайран қазағымның халығанай, төгілер сол әндерден жаным арай. Сағыныш, шарасыздық, әммен дала, сүйініп тұр әніңе бәрі қалай. Кенен Әзірбай. Халық әні Дүлдүлім. Қадырбек Тамашаны орындады. Yeah.
Қазақтың дәстүрлі әр мектебі 5 мектепке бөлінеді. Қазақстанның орталық және солтүстік өңіріне тән әншілік мектеп, оңтүстік және жетісу өңіріне тән әншілік мектеп, батыс өңіріндегі әншілік мектеп, шығыс өңіріндегі әншілік термешілік мектеп, сыр бойындағы әншілік термешілік мектеп деп бөлінеді. Ұлан байтақ еліміздің дәстүрлі әншілік өнері өмірдің өзіне тән әншілік мәнеріне, табиғат танымына, ойын-сауық үрдістері мен тұрмыстық ғұмырына аймақтық және сарындар әуеніне байланысты алуан қырлы болып келеді. Жетісу әншілік мектебінің өкілдеріне Дәнеш Рақышев, Кенен Әзірбаевтың әні «Бастау» орындайтын Қадырбек Тамашаның орындауында. Қабыл алыңыздар. Өлсе талай
болса әр халықтың мекеніне қарай өз мәдениеті, ауыз әдебиеті де бар. Ел болған соң ел ішінде талай топта жүлдалған әнші, ақын жыраулар, саңлақ жыршы, термешілер, күйшілер болған. Қазақтың табиғатынан ақын халық деп айтатын сөз бар. Біз бастау өзіміздің басқанды дәстүрлі әншілік өнерді ақпа төкпе ақын жыраулар туралы естігеніміз бен көргеніміз жанымызда. Ішкі түйіндемемізге сәйкес дәстүрлі әншілер мен термешілер, ақын жыраулар туралы талай жазылатын, айтылатын жұртшылыққа аян. Демеңіздер, біз өнерді аяп қалды, мезгілде біраз жерге таяп қалды. Сау болып тұрыңыздар, кездескенше. Осымен концертіміз аяқталды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.